Жалпы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебінше, адамдар арасында кездесетін аурулардың 80% түрлі паразиттердің кесірінен болады. Соның есебіне әлемде жыл сайын қаншама адам өмірімен қоштасады. Ағзадағы паразиттер 200-ге тарта ауру туғызатын микроағзалар мен тасымалдаушысына айналады. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Сіз білмеген ақпарат болуы мүмкін. Сол себепті команданың еңбегіне қолдау білдіріп, каналға жазылып, келесі пайдалы видеоларымызды қарай жүріңіздер. Кез келген адам паразиттерді жұқтыруға бейім болады. Паразит құрттардың ағзада бар жоғын қалай бөлуге болады? Олар қауіпті ме? Оларды тазалау және жұқтыру жолдары қандай? Паразиттерді жұқтыру жолдары. Олар әртүрлі жолдармен жұғады. Ол бізде жуылмаған жеміс-жидек, қолымызды жумаудан, күнделікті қолданып жүрген төсек орынның, сүлгі, ыдыс-аяқтан келуі мүмкін. Трансмиссивті деп жатамыз. Ол дегеніміз масаның, шыбынның тістеуінен, шағуымен қанға енгізілетін жол. Және де топырақтағы дернәсілдің тері арқылы еніп, қанға түсіп денеде әртүрлі дамуы. Осындай жолдар арқылы паразиттер біздің ағзамызға еніп жатады. Адамдардағы құрттардың симптомдары. Белгілері бірдей болуы мүмкін. Ересектерде де, балаларда да өткір түрде байқалады. Тәбеттің негізсіз жоғарылауы және мол сілекей ағуы, сонымен бірге салмақ тез жоғалады. Симптомдардың дамуының тағы бір нұсқасы тәбет жоғалады. Тамақтанғаннан кейін адам ауырады. Бас ауырып айналады. Іш қату да құрттардың болуын көрсетеді. Іштің ауруы және де түсінбейтін белгілердің аллергияның кенеттен пайда болуы. Шаш пен тырнақтың әлсіреуі. Темір мен В12 витаминінің жетіспеушілігінен олардың сынғыштығы артады. Иммундық жүйенің әлсіреуіне байланысты мұрын, жұтқыншақ пен жыныс аймағында әртүрлі қабынулар пайда болады. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық, тез шаршағыштық, күйгелектік, асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады. Және аллергия пайда болады, тері бөртеді, ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды, шамадан көп тамақтану, тері құрғап, шаш түседі. Егер осы белгілер байқасаңыз, тез арада құрттан құтылудың жолдарын қарастырыңыз. Әйтпесе ағзаңыздан біраз бөлігі іштен шығады. Ағзамызда құрттардың бар жоғын анықтау үшін қандай талдамалар тапсырады? Кез келген науқас талдама жүргізіп, ағзадағы құрттарды анықтауға болады. Ең бірінші, нәжістен паразиттердің жұмыртқасын іздейміз. Сосын қаннан антидене арқылы анықтаймыз. Құрт адамның ағзасына түскеннен кейін бөгде антидене болып есептелінеді. Сол арқылы анықтап жатамыз. Сонымен қатар басқа ағзаларға өтіп кететін құрттар болады. Олар жүрекке, миға, бауыр және бүйрекке өтіп кетеді. Ол кезде КТ, МРТ және УЗИ жасалынады. Эхинококк деген таспа құрттың бір түрі болады. Ол кезде өкпеде, мида және бауырда өсінділер, яғни кисталар болуы мүмкін. Оны біз зерттеулердің арқасында дәлелдеп жатамыз. Бір жақсы әдіс ол капсулалық эндоскопия. Эндоскоп жұтып ішке жібереміз. Сол жерден ішіміздегі бүкіл құбылысты суретке түсіреді. Сол сурет бойынша қандай құрт екенін, оның өлшемін дәлелдеп алуға болады. Қай жерге жабысып тұрғанын да көреді. Өттің ішіне кірмейді. Оның микроскоптың көмегімен көруге болады. Мамандар адам ағзасындағы 384 түрлі құрт кездесуі мүмкін екендігін айтады. Құрттар бірнеше сантиметрден 2 метрге дейін болады. Өзіңде паразиттердің болуын қалай анықтауға болады? Паразиттер өте қауіпті. Олар өздерінің бар жоғын білдіртпейді. Паразиттерде ауру сезімі болмайды. Айқын клиникалық белгілері байқалмайды. Жұқтырған адамда полиноз, дерматиттер, бөртпелер сияқты аллергияға бейімділік пайда болады. Иммунитетті төмендеп, дәрумендер мен микроэлементтердің тапшылығы байқалады. Мысалы, темір тапшылықты анемия, гемоглобиннің төмендеуі ағзада паразиттердің болуының бір белгісі болып табылады. Яғни ағзада баяу ағымды созылмалы үрдістер жүреді. Оның себебін табу өте қиын және емге көне бермейді. Глистік инфазияның жанама белгілеріне көмескі құрғақ шаш, шаштың түсуі, қайызақ, тырнақ бетінің деформациялануы, тырнақтарда ақ дақтардың пайда болуы және көрудің нашарлауы жатады. Ал
Паразит жалпы құртта да жиі кездесетін белгі ол үнемі шаршағыштық сезімі, апатия, әлсіздік, көңіл-күйдің болмауын айтуға болады. Бірақ нақты диагнозды қойып, зертханалық тексерулер мен аспаптық зерттеулердің нәтижесінде ғана дәрігер-паразитолог құрттарды ағзадан шығара алады. Паразиттердің әр түріне сараптама бағасы арзан емес. Сондықтан дәрігерден зертхана мен паразиттер түрлерінің тізімі бойынша алдын ала кеңес алыңыз. Паразиттерді дер кезінде емдеу неліктен маңызды? Адам ағзасында құрттардың болуы паразиттердің ең жоғары деңгейі болып есептелетін қарапайымдылардың жууына мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде бактериялардың көбеюіне алдын ала жағдай жасайды. Нәтижесінде саңырауқұлақтардың белсенді өсуі басталады. Бұл емделуі қиын вирустардың көбеюіне әкеледі. Осылайша құрттар паразиттердің басқа да түрлері, бактериялар мен вирустардың өсуі мен көбеюі тізбегін бастап береді. Паразиттерден құтылған соң ғана басқа да ауруларды сәтті емдеуге болады. Паразит түрлері. Энтеробиоз. Бұл ұсақ дөңгелек құрт. Адамнан адамға таралатын өткір ішек гельминтоз. Негізінен жеке гигиена дағдылары жеткіліксіз, дамыған кіші жастағы балалар ауырады. Ауру айларға созылуы мүмкін. Ямблиоз. Ішек жолдарының микроорганизмдерінің зақымдалуы. Ямблияларды жұқтыру паразиттер бар ластанған өлімдер мен заттар арқылы оңай болады. Мұндай жұқтыру отбасы мен мекемелерде, әсіресе балалар мен тасымалдаушылары, тығыз байланысты болатын балабақша мен мектептерде жиі орын алады. Егер бала жұқтырған болса, ол ямблияны жұқтырмаған балаларға тығыз байланысты немесе жалпы тағам арқылы бере алады. Алдын алу. Алдын алудың ең бірінші және басты шарасы тазалық. Үй-жайды ылғалды тазалау, кілемдерді, жастықтарды шаң сорғышпен тазалау қажет. Жемістер мен көкөністерді, сондай-ақ жұмыртқаларды жуыңыз. Оларды арнайы жемісті жуатын сабынмен жақсы щеткамен жуу керек. Содан кейін қайнаған, яғни жартылай қайнаған сумен шайып жіберіңіз. Мүмкін бұндай шара артық көрінуі мүмкін, бірақ паразиттер баланың ағзасына жиі түседі. Ата-аналар балаларға жеке гигиена дағдыларын үйретуі керек. Тамақ алдында қолды жуу, бала үшін ұйқы мен тамақ сияқты табиғи бөлік. Тағы бір маңызды аспект, егер сіздің балаңыз тырнақты немесе қаламдар мен қарындаштары сияқты бөгде заттарды ауызға салатын әдеті болса, ол паразиттерді жиі жұқтыруға себеп болады. Және балаңыз әлі де аз болса, үй жануарларынан бас тартуы керек. Үй жануарларынан құрт өте тез жұғады. Алдын алудың өте маңызды сәті бұл құмдар. Құмдағы паразиттердің жұғу қаупі өте жоғары болып келеді. Ашық су айдандарында шомылу. Барлық кішкентай балалар суға түсу барысында мезгіл-мезгіл суды жұтады. Ал су құймаларының тұщы суында, әсіресе егер ол тұрған болса, балаңыздың ағзасына түсіп, онда паразиттенуі мүмкін гельминттер мен микроорганизмдер өмір сүре алады. Теңіз суында шомылудан басқа, өйткені тұзды суда ешқандай паразиттер аман қалмайды. Осы күрделі емес ережелерді сақтау гельминтоздарды жұқтыру қаупін шамамен 60-70% төмендетуге көмектеседі. Үй жағдайында емдеу. Ішек құрттарынан қалай арылуға болады деген сұраққа жауап берудің балама әдістері келесі нұсқаларды ұсынады. Сарымсақпен емдеу. Сарымсақтың екі ұсақталған түйірін бірде-бір қатынаста сумен араластырады. Ұйқы алдында ауызда қабылданады. 3 күн бойы көп мөлшерде сумен жуады. 1 аптадан кейін курс қайталанады. Асқабақ тұқымымен емдеу. 100 грамм ұсақталған шикі асқабақ тұқымы 100 мл зайтун майымен араластырылады. 3 күн бойы қоспаны таңертең аш қарынға алыңыз. 2 күндік үзілістен кейін курс қайталанады. Пиязды емдеу. Ұнтақталған пияздың шамамен 100 грамм 1 шай қасық тұз және 50 мл күнбағыс майымен араластырыңыз. 5 күн бойы ұйқы алдында қолданыңыз. Күрішпен емдеу. Күрішті, яғни 50 грамм қайнатылып, 2 ас қасық құрғақ ембірмен және 1 қасық қалампыр ұнтағымен араластырыңыз. Алынған ботқа таңғы аста жейіледі. 2 сағаттан кейін 1 стакан тұзды су ішіңіз. 200 мл суға 1 шай қасық тұз қосып. Курс 6 күнге созылады. Видеоларымды жақындарыңызға бөлісіп қарай жүріңіз. Жаңа видеороликтерді күтіңіздер.